Елеусіз жақсылық. Ілгеріде өмірін құлшылықпен өткізген Әбу Мәнсүр деген кісі болыпты. Сол адам өмірден өтерінде көздерінен жас моншақтап жылапты. Оны қоршап отырған балалары таң қалып, «Әке, сен қорқып жатсың ба?» деп сұрайды. «Иә, бейтаныс сәлемге жалғыз бара жатырмын. Ол жақта мені не күтіп тұрған қайдан білейін?» дейді. «Бүкіл өмірің бір ғана Аллаға құлшылыққа арналған жоқ па? Саған қандай қиыншылық болуы мүмкін?» дейді балалары. «Ал оның қабыл болған қайдан білесіңдер?» деп тақуаға қарт тағы жылапты. Сонымен дәм тұзы таусылған Әбу Мәнсүр өмірмен қоштасып, қараңғы қабірдің ішіне, қара жердің қойнауына табыс етіледі. 4 күннен соң оны тұңғыш ұлы түсінде әкесімен кездеседі. Ол: «Әке, сен бізді тастап келмеске аттанып кеттің. Біз сені жерледік. Сен Алланың алдында кеттің. Сені ұлы жаратушың қалай қарсы алғанын білгіміз келеді. Сендер жерлеп кеткен соң мен Алланың алдына бардым. Аллам маған: «Ей, Әбу Мәнсүр, мен саған мені танып, маған құлшылық етуің үшін жеткілікті ғұмыр бердім бе?» деп сұрады. «Я Раббым, сен маған жеткілікті ғұмыр бергенсің» дедім. «Ендеше сен менің алдыма қандай ізгі амалыңды алып келдің?» деп сұрады. «Сенен қорыққандығымнан 30 рет жаяу барып қажылық жасадым. Ал мен оны қабыл еткенім жоқ» деді әлемдердің патшасы. «Егер Құдай тағала амалын қабылдамай қойса, кім оны мәжбүрлей алады?» «Әрине, ешкім де мәжбүрлей алмайды. Я Раббым, мен 40 жыл бойы сенің жолыңда римдіктермен соғыстым. Сенің дініңді тарату үшін үздіксіз шайқастым. Жоқ, мен оныңды да қабылдамадым» деді Алла. «Мен 60 жыл бойы түндерде Құран аяттарын қайталап намаз оқыдым. Күндіз ораза ұстадым. Жоқ, Әбу Мәнсүр, оның да қабыл болмады. Мен өзім тарығып жүрсем де 40 000 динар жинап, оны да сенің жолыңда мұқтаждарға садақа етіп тараттым. Иә, 40 000 динар бергенің рас, бірақ мен оны да қабылдамадым» деді Алла. «Ал біз бүкіл амалымыз бен садақамыз қабыл болып қойғандай, табанымыз тасты уатып, жерді ойып жіберердей алшаң-алшаң басып жүреміз. Бір қызығы, адамдар неғұрлым Аллаға жақындаған сайын кішіпейіл бола түседі. Ал Алладан алыстаған сайын тәкаппар, дөрекі мінез көрсетеді екен. Онда мен ұтылыста екенмін. Сен менің иемсің. Мен сенің құлыңмын. Қандай жаза қолдансаң да өзің білесің. Мен қандай жағдайда да разымын» дедім. «Ей, Әбу Мәнсүр, есіңде ме? Бірде сен шырттай қараңғы түнде ауылыңның көшесінде келе жатып, жолда жатқан бір тасқа сүрініп кеткенің?» «Иә, есімде, Раббым. Сол жолы сен осы тасқа діндес бауырларым немесе басқа да жан-жануарлар сүрініп кете ме деп уайымдап, оны жолдан алып тастаған едің. Сол жолы ол жерде екеумізден басқа ешкім де болған жоқ. Менен басқа ешкім ол ісіңді көрген жоқ. Сол ісің анық менің разылығым үшін еді. Сол амалың үшін мен сенің барлық күнәларың мен кемшіліктеріңді кешірдім. Менің жәннатыма кір» деді. Бауырлар, сондықтан бұл аз, елеусіз деп жақсылық жасаудан ешқашан тартынбайық. Бір-бірімізбен ізгі амал жасауда жарысуымыз керек. Кім біледі, өзіміз менсіне ескере бермейтін сол кіп-кішкентай ғана амалымыз ертең жанымыз қысылғанда біздің аршы-шашымыз болуы әбден мүмкін екен.